Сәлеметсіздер ме? Менің атым Аксенов Валерий. Кеден трансфер Астана қаласындағы филиалында аға қабылдаушы болып жұмыс істеймін. Мен жартылай неміс, жартылай орыспын, бірақ қазақ тіліне ол ана тілім деп санаймын. Аға қабылдаушының жұмысы қоғам қызметі басты түрлерінің бірі болып саналады. Аға қабылдаушының жоғары біліктілігі мен білімі жүктерді жеткізу кезінде тұтастық пен қауіпсіздіктің кепілі болып табылады. Біз жылжымалы құрамдағы контейнерлердегі ақауларды және тасымалдау кезіндегі нормалардан басқа ауытқуларды тез анықтаймыз. Біздің тиеудің тасымалдаудың техникалық шарттарын, сондай-ақ жүктердің барлық түрлерін және жылжымалы құрамның ерекшеліктерін ескеруіміз керек. Мысалы, контейнерлерді қабылдау кезінде оларды платформада фитингтік аялдамалармен бекітудің сенімділігіне, пломбаның тұтастығына және контейнерлердің жалпы техникалық жағдайына ерекше назар аудару қажет. Контейнерлік пойызды тиеу және жөнелту кезінде жүк платформасының өлшемін, салмағын және көршілес контейнерлер арасындағы салмақ айырмашылығын тексеру маңызды рөл атқарады. Сонымен қатар, қыста қатты жел кезінде салмағы 25 тоннаға дейінгі бос контейнерлер мен келген контейнерлер бір-біріне байланады. Егер контейнер дұрыс орналастырылмаса, онда ол орнатылған орнын қозғалып кетіп, композицияның тұтастай жоғалуына әкелуі мүмкін. Менің ойымша, қабылдаушы сонымен қатар терминалдың өмірін үйлестіруші болып табылады. Өткенде барлығы процестерде жауап береді.